Сәлем достар, бүгін сіздермен Instagram аккаунтты жаңа аккаунт ашу және де сол аккаунтты удалить егер керек емес кезде қалай удалить етуге болады. Сол туралы бүгінгі видеода тез сіздермен ең оңай жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көруді кеңес беремін, себебі бұл видео сіздерге өте пайдалы болмақ. Ал енді бастайық. Біз ең алдымен Instagram аккаунт ашу үшін осындай жерге кіруіміз керек, дұрыс па? Осындай шығып тұрады. Одан кейін бізге осы жерде егер сізде Instagram пароліңіз болса, мына жерге Instagram логиніңізді жазасыз, яғни немен қандай атпен кіресіз, соны жазасыз, және де астына пароль жазасыз. Егер сізде әлі аккаунт жоқ, енді не істейміз? Ең алдымен мына астында тұрған зарегистрируйтесь дегенді басамыз, және де осы жерге өзіміздің атымызды таңдаймыз, яғни кім дегіңіз келеді, соны таңдайтын боламыз. Қазір мен таңдаймын. Мысалы, мен кез келген біреу адамның есімімен аша салайын. Айдана. Мысалы, Айдана 2004 деп ашсақ, қазір бұл номер, бұл логин занят, сол себепті мына астында біреуін таңдаймыз. Енді далее батырмасын басамыз, және де одан кейін осы жерге өзіңіз ұмытпайтындай пароль жазуымыз керек. Осы жерге қазір, мысалы, мен өз атымнан жаңағы атпен аша саламын, Айдана 2004 деп. Енді осылай жасаймыз. Далее батырмасын басқаннан кейін завершить регистрацию дегенді басамыз. Осылай регистрация болады. Және де одан кейін бізде пропустить дегенді баса саламыз. Мұна жер өте маңызды емес. Пропустить батырмасын басамыз. Және де осы жерде закрытие еткіңіз келеме, немесе общее доступное. Закрытие болса, сіздің аккаунтыңызға тек қана сіз рұқсат етсеңіз ғана сіздің аккаунтыңызға кіріп, сізге жаза алады. Егер общее доступное болса, кез келген адам сіздің парақшаңызға кіре алады. Закрытие ете салайын. Далее. Одан кейін бізге, мысалы, профиліңізге фото қойыңыз деп тұр. Мына жерде фотоны кейінірек қойсаңыз да болады. Пропустить дегенді басамыз. Және де мына жерде интересные люди дегенді шығарып тұрады. Және де мына стрелканы басамыз. Және де одан кейін бізде көріп тұрғандарыңыздай жаңа аккаунт ашылды. Жаңа аккаунт ашылды. Енді бұны біз осылай жасаймыз. Енді бұл аккаунт сізге ешқандай керегі емес болып қалса ше. Енді не істейміз? Аккаунтымызды енді қалай өшіруге болады дәл осы аккаунтты? Енді біз өзіміздің аккаунтымызды қалай өшіруге болады? Жаңа ашқан логиніміз бен паролімізді нақты білуіміз керек. Ол үшін давайте осы аккаунтымызды, ашқан аккаунтымызды қайтадан өшіріп көрейік. Ең алдымен біз настройка бөліміне кіреміз. Настройка бөліміне кіргеннен кейін помочь деп тұрады мына жерде. И осы жерде справочный центр дегенді басамыз. Және де одан кейін поиска как удалить аккаунт деп орысша жазамыз. Как астында да шығарып тұрады. Мысалы, как удалить свой аккаунт навсегда дегенді басамыз. Және де осы жерде осылай жасағаннан кейін удаление аккаунта Instagram деген шығады. Және де осы жерге астына түсетін болсақ, бұл жерде справка для Android дегенді басамыз. Және де мына жерде справка для мобильного браузера дегенді басқаннан кейін ғана бізде, мысалы, көріп тұрсыздар ғой, бұл жерде удалить аккаунт деген шығып тұрады. Осыны басамыз. Осыны басқаннан кейін почему вы хотите удалить дегенде другое деп баса саламыз. Ешқандай мына жердегі біреудің таңдаудың қажеті жоқ. Другое деп баса саламыз. Және де осы жерге жаңа біз аштық, дұрыс па? Сол кезде пароль жаңадан қойдық. Енді сол парольді осы жерге жазуымыз керек. Мысалы, мен дәл осылай Айдана 2004 деп жазған болатынмын. Енді осы жерге удалить аккаунт дегенді окей деп басамыз. Және де біздің аккаунтымыз өшуі тиіс.
Вот, көріп тұрғандарыңыздай, менің аккаунтым жаңа аккаунт қайтадан өшіріліп тасталды. Егер сіздерде қазір жасап тұрып, бұрын ашқан аккаунтыңыз болса да, дәл жаңағыдай справочный центрға кіріп, удалить аккаунт дегенді басу арқылы сізде өзіңіздің аккаунтыңызды өшіре аласыз. Егер сіздерге бүгінгі видео пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, міндетті түрде өз алғыстарыңызды білдіру мақсатында каналға тіркеліп, және де комментарийға сұрақтарыңыз болса, немесе болмай жатқан болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Және де қай жақтансыз, және де жасыңыз нешеде, өшіре алдыңыз ба аккаунтыңызды, сол туралы да өз ойыңызды, өз пікіріңізді жаза кетіңіздер. Каналмен дос болуды да ұмытпаңыздар.